Мен Жорахан Нафиса Халмуратқызы, қазіргі таңда Түркістан қаласында хореограф болып жұмыс жасаймын. Өзімнің жеке би мектебімді аштым. Қазіргі таңда бізде 100-ге жуық және де 100-ден асық шәкірттеріміз тәрбиеленіп келе жатыр. Мен осы хореографияны таңдағаныма қатты мақтанамын. Менің болашақтағы арманым тұғын, қазір арманым жүзеге асты. Қазіргі оқушыларым жетістігі өте көп. Солардың ішінде айта кетейін, біз осы 2024-10 тамыз күні Грузия еліне жеңімпаз атандық және де соған жолдама алдық. Біз осы беттен тайынбай алға жүріп келе жатырмыз. Және де Қазақстанда штаб-квартира деген международный халықаралық конкурс байқау өтті. Ол жерде жас ерекшелігіне қарамай біздің қыздарымыз үлкендермен сайысқа түсіп, сол жерде тағы да бас жүлде ұтып алдық. Өзбекстан еліне барып, Ташкент қаласында 2022 жылы үлкен сайыс болды, жаңағы халықаралық, және де сол жерде бас жүлде иегері болды қыздарымыз. Енді замандастарымызға айтарым, еліміздің ертеңі үшін еңбек етейік.